Армысыз қазақ. Мынау біздің мұсылман болғанымыз әлімсақтан, сонау заманнан бері мұсылманбыз дейтін бауырларға арналады. Қазақтың мықты белгілі тұлғаларының бірі Сырым Датұлы. 18 ғасырда өмір сүрген Сырым Батыр өте белгілі тұлға болған, өз заманында білікті, білімді, шешен, би, ақын адам болған. Бастысы Батыр Ресей патшалығына қарсы үлкен күрес жүргізген азаматтың бірі. 18 ғасырда өмір сүрді. 18 ғасырда нақтылап атап айтайын. Сырым Батыр бір жолы Бұхараға жол түсіп барады. Сол күні молдалар мешітте жұма намазы оқып жатыр екен. Сырым мешіттің жанынан өтіп бара жатса, бір молда: "Ей, жолаушы, намазға тұр" деп Сырымды ертіп апарып ишанның артына тұрғызып қояды. Батыр намазды неден бастарын білмей, аузына түскенін айта береді. Сонда айтқаны: "Көндірмеске көндірген Құдай, көрінгеннің артына төндірген Құдай" дей бергенде, оны артта тұрған молда естіп, Сырымды нұқып қалады. Сырым да алдындағы ишанды желкеден періп жібереді. Намаздан соң ишан: "Мені ұрған кім?" деп сұрайды. "Мен" дейді Батыр. "Неге ұрдың? Мен далада еркін өскен қазақпын. Ал мына кісі мені намазға тұрғызып қойды. Не дерімді білмей күбірлеп тұр едім, артынан түртіп қалды. Намаз кезінде алдыңғысын ұратын әдет шығар деп, мен де сізді түртіп қалған едім" дейді. Сонда ишан: "Даланың еркін қазағын әкеліп намазға тұрғызған найсап" деп молданы айыптап, арқасынан шыбықпен дүре ұрғызған екен. Бірде ас артынан жұрт бата сұрағанда, Сырым жеңінің ұшымен жай ғана бетін сипай салады. Сонда қатар отырған молда Сырымға қарап: "Бата оқылып қол жайылғанда алақанға нұр құйылады. Қолмен бетті сипағанда Алланың нұры адамның денесіне тарайды. Сондықтан бата қылғанда қолды жеңнен шығарып көтеріп жасау керек" дейді. Ой, молдек-ай, қайдағы жортты айтады екенсіз. Алланың нұры 7 қат көктен жерге жетіп тұрғаны рас болса, менің жалаң қабат жеңімнен өтпей қалады дейсіз бе? Депті де Батыр орнынан тұрып кетіпті. Міне ағайын, 18 ғасырда өмір сүрген, сол заманның өте білікті, білімді, би шешен болған, халықты аузына қаратқан Батыр атамыздың дінге қатынасы, дінге деген пікірі, ойы осылай болған. Ал сіздер әлімсақтан мұсылманбыз дейсіздер. Білу керек тарихты, бауырлар.